Бабалардан қалған асыл мұраны қазір осы Шығыс Қазақстан облысында жақсы жалғастырып келе жатыр. Қазір тіптен облыстың көлемінде бір 20-дан аса құсбегілер бар. Ал енді осында жарыс өтіп жатқан біздің Озанбай ауылының өзінде 10-нан аса құсбегілер бар міне. Соның ішінде жалғыз қызымыз бар, мынау Айзере. Ал енді қазір өте бір қуанышты жағдай. Осы биыл мынау әлемге аты әйгілі осы қазақтың атын танытқан бүркітші қызымыз Айшолпанның әкесі мына Нұрғайып ақсақал жанұясымен көшіп келіп, ол да бір үлкен қуанышқа бөлеп жатыр. Бұның өзі де осы мына шығыста құсбегіліктің дамуына, өзінің әсер етеді, ары қарай дамуына үлес қосады деп ойлаймыз. Ал енді осы мына республика көлеміндегі үлкен ересектер арасындағы 17-ші чемпионат осы қазір Бозанбай ауылында, Ұлан ауданында өтіп жатқанның да өзіндік бір ерекшелігі, өзіндік бір мәні бар деп айтуға болады. Қуаныштығы бар. Енді Бозанбай ауылына бүркітшілер мектеп ашылған жатыр. Осында барлық қазақтың салт дәстүрін дамытқалы, осында үлкен бір мектеп ашылды. Сол мен өте қуаныштымын. Соған бір атсалысып бір қазақтың салт дәстүрін әлі де паш етуге, және біз арттағы ұрпағымызға дамытуға бір үлкен үлесімді қосамын деп келген азаматтың бірімін. Ал бүгін чемпионат болғанда енді мынау 3 күнге жарысты. Енді керемет жақсы болды. Ауыр айда мында нақ Қансонарда бүркітші қадаңға дейді ғой, Қансонар мында құстың қадір қасиеті осындай керемет мында. Өте жылдан жылға даму қарқыны өте жоғары, керемет тәртіпті, керемет қарқынды жүріліп жатыр мынау. Енді өзі бұл құс қанаты дейміз ғой, құс ұшқан жерде боран, жел онсыз болмайды. Өйткені бұл құс өзі бұрқылдатып келіп, бұрқылдатып қайтады ғой. Аспанның серісі жаңағы. Сондықтан ауыр айнада қарап жатқан жоқ, халқымыз жиналып осы жерден бүркітімізді тамашалап жүріп жатырмыз. Енді осындай жарыстар жиі өтіп тұрса деп ойлаймыз. Өте керемет. Сондықтан біздің руханиятымыз өшпейді. Қазақ болып қалайық, қазақ болып туғаннан кейін азаттықта болайық деп ойлаймын.